Бірінші шешен соғысы үлкен қайшылықтарға ие. Тарихқа қарайтын болсақ, Ресей Кавказға кеңеюді бастағаннан-ақ шешен халқымен байланысты мәселелерге жолыққан. Бірақ Мәскеумен қақтығыстар Петр I және Екатерина II тұсында да тоқтамаған. Неге Ресей империясы бұл мәселеге толы аймақты тастап кетпеген? Өйткені Кавказ Ресей империясы үшін Түркия мен Иранға шығатын бірден-бір жол еді. Сол үшінде Ресей бұл аймақты өз бақылауында ұстағысы келген. 19 ғасырда ұзаққа жалғасқан Кавказ соғысы басталады. Ол жарты ғасырдай уақытқа жалғасқан. Бұл Ресей тарихында алып барылған ең ұзақ соғыс еді. Бұл соғыста көптеген атақты адамдар, мысалы Михаил Лермонтов және Лев Толстой да қатысқан. Бұл қақтығыста Ресей тек шешендермен ғана емес, сонымен қатар бұл жерлерде өмір сүретін басқа да халықтармен, ингуштармен, черкестермен және тағы басқа тау халықтармен де соғысты. Шешенстан тарихындағы сұмдық оқиға 1944 жылда басталған. 23 ақпан күні Сталиннің бұйрығымен жарты миллионнан астам шешендер мен ингуштер Орта Азияға көшірілді. Негізгі себеп олардың немістермен одақтастығы делінген. Немістер Шешенстанның тек кішігірім бір бөлігін иеленіп алды және тез арада ол жерлерден қуып шығарылды. Жалпы алғанда кейбір шешендер немістерге көмектескен болуы мүмкін, бірақ сол үшін барлық шешендерді жалпылама жауапқа тартылуы түсініксіз еді. Сталиннің бұл геноцидінің артында аз халықтарды өзара араластырып құртып жіберу мақсаты тұрған. 1985 жылда КСРО-ның жаңа бас хатшысы Михаил Горбачев кезінде КСРО-дағы ұлттар тәуелсіздікке ұмтыла бастады. Көп жылдар барысында кеңес үкіметі шешпеген тек ақша мен қару көмегімен басып отырылған мәселелер Шешенстан мен Ингушетияда да басталды. Алғашында Шешенстандағы сепаратистік әрекеттер коммунистерден зорлық көрген тіл мен мәдениетті қайтару ұраны астында басталды. Бұл қозғалыстардың негізгі жетекшісі Зелимхан Яндарбиев еді. Ол 1990 жылы Вайна демократиялық партиясын құрып, оған жетекшілік еткен. Яндарбиев генерал шеніне ие жалғыз шешен Джохар Дудаевты Шешенстанға келуге және ұлт-азаттық көтерілісті басқаруға көндірді. Дудаев әскери офицер болып, Ауғанстандағы соғысқа қатысқан, Қызыл жұлдыз және Қызыл ту ордендерімен марапатталған еді. 1990 жылдың қараша айында Шешен-Ингушетия жоғарғы кеңесі жағынан мемлекет тәуелсіздік декларациясы қабылданады. Бірақ Шешенстанда басқа тәуелсіздік алғысы келетін мемлекеттерден қарағанда мұнда радикал діни ұйымдардың рөлі күшті еді. Ал 1991 жылы Мәскеуде үкіметке қарсы қозғалыс басталды. Ал қозғалысты Борис Ельцин басқарды. 1991 жылдың жазында Ельцин президент етіп сайланды. Осы жағдайлардан соң кеңес үкіметі өз жұмысын тоқтатты. Ал Шешенстанда болса бұл күндерде Джохар Дудаев Ельцинді қолдады. Грознийдің орталық алаңында Ресейдің жаңа президентін қолдайтын митингтер болып жатты. Дудаев Шешенстан жоғарғы кеңесінің төрағасы Докуз Огаевты бұрынғы кеңес үкіметін қолдағанда айыптады. Қыркүйек айында мемлекетте мемлекеттік төңкеріс орын алды. Жоғарғы кеңес Дудаев жағынан таратылып жіберді. Сонымен қатар олар депутаттарды ұрып, Грозный қаласының кеңес төрағасы Виталий Куценконы терезеден атып жіберді. Кейіннен ол ауруханада қаза табады. Бұл болашақта болатын соғыстың алғашқы құрбандарының бірі еді. Дудаев жақтастары Шешенстан Республикасының КГБ ғимаратын және сол жерде қалған қару-жарақты иеленіп алды. 1991 жылы 27 қазанда жаңа кеңес Шешенстанда президент сайлауын ұйымдастырды. Ол сайлауда 90% дауыс жинаған Джохар Дудаев жеңіске жетті. 1 қарашада жаңа президент Шешен Республикасының тәуелсіздігі туралы құжатқа қол қойды. Бірақ әлемде бірде-бір мемлекет бұл республиканың тәуелсіздігін мойындамады. Жағдайды тез бағалаған Ресей президенті Ельцин аймаққа төтенше жағдай енгізді. Бұл уақытта Шешенстан тізгініне Джохар Дудаев және оның жақтастары келді. Шешенстан тәуелсіз мемлекетке айналды. Дудаев берілген еркіндікті белсенді пайдаланды. Қараша айынан бастап оның жақтастары КСРО қарулы күштері мен әскери бөлімдеріндегі қару-жарақтарды иеленуді бастады. 1992 жылдан бастап Шешенстан аймағында жиналған қаржыны Ресей бюджетіне жіберуді тоқтатты. Көктемде қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін бірнеше рет әрекеттер істелген. Сочи қаласында келіссөздер болып өткен.
Алайда екі жақ анық бір келісімге келмеген. Бұл уақытта болса Дудаевқа қарсы топтар пайда бола бастады. Дудаев режимі өте әлсіз еді. Осы кезде Ресей екіге бөлінген Шешенстанды армия көмегімен басып, соғыстың алдын алуына болатын еді. Бірақ бұның орнына қарулы күштерге Шешенстаннан шығып кетуге бұйрық беріледі. Негізінде барлық құжаттарда Шешенстан Ресейдің бір бөлігі болса да, Ресей әскері мемлекеттен шығып кеткен еді. Ал негізінде бұл кезде Ресей аймақта тәртіп орнатуы қажет еді, немесе Шешенстанның тәуелсіздігін мойындауы керек еді. Бірақ Ресей үкіметі екіге бөлінген Шешенстанды бір-бірін талауына қалдырып, жеңіп шыққан, бірақ әлсіреген үкіметпен күресу сияқты айлакер жолды таңдады. 1992 жылдың 8 маусымына келіп, Ресейдің барлық әскери бөлімдері Шешенстаннан шығарылды. Шешен жауынгерлеріне танктер, бронды техника, артиллерия, оқ-дәрілері қалып кетті. Олардың бәрі кейіннен Ресейдің өзіне қарсы қолданылды. Шешенстанда Дудаевтың жеке билігі орнатылды. Ол енді сенімді және жақсы қаруланған одақтастарға да ие болды. Республикада тікелей президенттік басқару, коменданттық сағат және мерзімсіз төтенше жағдай жарияланды. 4 маусым күні Дудаевтың командирінің бірі болған Шамил Басаевтың адамдары жағынан Дудаевтың саясатына қарсы адамдар өлтірілді. Сол күні Грозный қаласында Дудаев пен оның дұшпандары қақтығысы салдарынан 50-ден астам адам қаза тапты. Дудаев кезінде Шешенстан экономикалық дағдарысты өткізді. Зейнетақы төленбеді, ауруханалар мен мектептер жабылды. Үкімет кеңселері өз жұмыстарын тоқтатты. Бірақ қылмыстық бизнес, қару-жарақ саудасы, есірткі саудасы, пойыздарға шабуыл жасайтын қарулы топтар өз етегін барынша жайды. Шешенстан жаңа үкіметінің осындай қылмыстық дағдарысынан кейін әлем мемлекеттері Шешенстанды мемлекет ретінде мойындамауын жалғастырды. Мұнай өңдеу зауыттары жауынгерлер жағынан иеленіп алынды. Олар бетперде астында өнімдерді талан-таражға салады және Қара теңіз арқылы мемлекеттен сыртқа шығарады. Бұл кезде әлі Ресеймен тікелей қақтығыс басталмаған еді. Бетімен кеткен қылмыстық дағдарыстардан кейін Дудаевтың жақтастары Ресей қолдауындағы уақытша үкіметпен қақтығысы басталды. Уақытша үкіметтің құрылуы Дудаевтың режиміне қарсы әскери әрекеттерді бастады. Қақтығыстар Шешенстанның түрлі аймақтарында болып өтті және көп жағдайларда уақытша үкімет жеңіске жетті. 1994 жылы қараша айында Дудаев жақтастары Грозный қаласында қоршауда қалды. Уақытша үкімет болса шешуші соққыға дайындалып жатты. Ресей уақытша болса да Дудаевтың саясатына наразы болған шешендердің басқа да жетекшілерінен құралған уақытша үкіметті қаржылай да, қарулай да қолдады. Ресей генералдары оларға тек кеңес берумен шектелді, алайда бұл жеткіліксіз еді. Дудаевты тұтқындап, жақтастарын бағындыру үшін Ресейдің тікелей және әскери көмегі керек болатын. Бірақ оның орнына Ресей үкіметі гибридті соғыс тәсілін қолданды. Олар уақытша үкіметке 40 шақты танк пен ауыр техникалар берді. Олардан Ресейдің идентификациялық белгілері алынып тасталды. Танктер үшін арнайы жасақ болса Мәскеу округының әскери бөлімдерінен іріктеп алынған. Олармен келісімшарт түзілген. Бірақ мұндай ауыр міндет үшін бар болғаны $375 төленген. Осындай еңбек ақы үшін ресейлік танкистер Шешенстандағы соғыста уақытша үкімет жағында соғысуы керек еді. Бірақ Шешенстан барлық халықаралық заңдарға сай Ресейдің бір бөлігі еді. Және Ресей өз аймағында тәртіп орнату үшін уақытша үкіметті жасырын қолдамай, қарулы күштерден ашық пайдалануына болатын еді. Бірақ не үшін Ресей үкіметі өз әскерлерін жалдап, басқа қарулы топтарға бағынуға тапсырғаны түсініксіз. Шабуыл толық сәтсіздікке ұшырайды. 1994 жылы 24 қарашада Дудаевке қарсы күштер Грозный қаласына ерте таңда қаланың екі бағытынан шабуылды бастайды. Танктер айтарлықтай қарсылық көрмей қалаға кіріп келді және олар тез арада ішкі істер министрлігімен бірнеше ғимаратты өз бақылауына алды. Бірақ көп өтпей көп қабатты үйлердің шатырына шығып алған Дудаев әскерлері гранатометтер мен танктерді ата бастайды. Жаяу әскер бөлімдерінің көмегінсіз қаладағы танктер қорғансыз еді. Танкистер жанып жатқан танктерден шығып атыс астында қалады. Олар 40 танктен бар болғаны 18-ін қаладан алып шығып кете алды. 21 ресейлік әскери тұтқынға алынған. 20 қараша күні Шешен телевидениясы тұтқынға алынған танкистерді жариялайды. Олар камерада
орталық барлау қызметінің мамандары екенін мойындайды. Бұл Ресей қарулы күштері үшін масқара болу еді. Бірақ ең қызығы, ертеңінде Ресей қарулы күштері министрі Павел Грачев тұтқындардың арасында оның әскерлері жоқ екенін айтады. Ал тұтқындалғандар болса жалдамалы әскерлер деп айтады. Бірақ Ресей қорғаныс министрі өз әскерлеріне қиянат жасаған еді және олардың өмірін қауіп астына қойды. Енді Дудаев қақтығыста Ресей үкіметі өз әскерлері қатысқанын мойындамаса, тұтқындарды атып тастайтынын айтады. Кейіннен мемлекет думасындағы Григорий Явлинский Ресей әскері Шешенстанға өздері барғанын айтады және әскерлердің орнына өзін тұтқындауды ұсынады. Оның көмегімен барлық тұтқындар босатылады. 20 адам үйіне қайтарылды, бірақ лейтенант Александр Налетов атып тасталды. Бұдан бөлек Ресей қорғаныс министріне Грачев операция сауатсыз жүргізілгенін және танктер қалаға кіргізілгені ақымақтық екенін айтады. Оның сөздеріне қарағанда, егер Ресей қалаға өз қарулы күштерін кіргізгенде, бәрі 2 сағатта шешілетін еді. Бұл өркөкіректікпен айтылған сөздер іс жүзінде бар болғаны жай ғана сандырақ болып қалады. 1994 жылы қараша айында Грознийға жасалған шабуыл шынымен де сауатсыз ұйымдастырылған еді. Себебі танктер ешқандай қолдаусыз, сүйемелдеусіз қалаға аттанған еді. Оның үстіне танкистерде аймақтың картасы болмаған еді. Дудаев болса өз позициясын тағы да күшейте түседі. Сәтсіз шабуылдан бірнеше күн өткесін Ресей қауіпсіздік кеңесінің жасырын жиналысы болып өтеді. Ол жерде кең көлемде әскери әрекеттерді бастау турасында шешім қабылданады. 1994 жылы 1 желтоқсанда Мәскеу шешімін шығарудан алдынырақ Ресей әуе күштері Грознийға соққы береді және Дудаев қарамағында болған барлық ұшақтарды жойып жібереді. Осылайша бірінші Шешен соғысы басталды. 1994 жылы 11 желтоқсан күні Ресей қорғаныс министрлігінің біріккен әскери топтары Шешенстан аймағына кірді. Ресей әскерлері жақсы жағдайда емес еді. Алғашқы кезде біріккен топтардың кейбіреулерінде бірде-бір қолбасшы болмаған. Ресейден келген колонналар салмақты қарсылыққа ұшырады және алға қарай өте баяу қозғалар еді. Тар көшелерде ауыр техникалар пайдасыз болатын. Дудаев адамдары тар көшелерге кірген танктердің бірінші және соңғысын жарып жіберетін. Нәтижеде ортада қалған танктер әрекетсіз қалатын. Сондай бір қақтығыстардың бірінде вокзалда қоршауда қалған бригада командирі Иван Савин көмек сұрап өз бастықтарымен байланысады. Бірақ ешқандай көмек келмейді. Көмек келмейтінін түсінген Иван Савин қоршаудан шығып кетуге тырысады. Бірақ қақтығыста Иван Савиннің өзі де, әскерлері де қаза табады. Ресей басшылығы 2 сағаттық жұмыс деп қараған Грозный ісі апатпен аяқталды. Қараша айында қолбасшылық жіберген барлық қателіктер қайта қайталанды. Дудаев әскері өте сенімді әрекет жасайтын еді. Дудаевтың алдыңғы соғыстардағы тәжірибелері жақсы көмектескен. Бірақ ол параллель тәрізде әлем мемлекеттерімен дипломатиялық келісімге келуге әрекет жасамаған болатын. 1995 жылы қаңтар айында Ресей армиясында өзгерістер орын алды. Енді олар танктерден мән-мағынасыз пайдалану орнына партизандық соғыс әдісіне өтті. Үйме-үй жүріп, снайпер және артиллерия жағынан қолдау табатын аз санды мобил топтар құрылды. Тактиканың өзгеруі орыс армиясына нәтиже берді. Грозный қаласы Ресей қол астына өтті. 1995 жылдың 6 наурызына келіп, Ресей әскері Грознийдің Черноретия атты оңтүстік аймағын басып алды. Осылайша Шешен әскери күштері жағынан ұстап тұрылған соңғы аймақ Грозный үшін соғыс басталғаннан кейін 2 айдан кейін Ресей қарулы күштерінің қарамағына өтті. Грознийді қолға алумен соғыс бітпеді. Шешен әскерилері әртүрлі лаңкестік әрекеттер жасап, өз қарсылықтарын көрсетумен болды. Ресейде 1996 жылдың көктемінде президент сайлауы өтетін еді. Ресейдің екінші президенттік дәуірі үшін Борис Ельциннің рейтингі өте төмен еді. Сол үшін үлкен бір жетістік керек болатын. Мұндай жетістік Ельцин үшін 1996 жылдың 21 сәуірінде Джохар Дудаевтың өлтірілуі болды. Оны өлтіру үшін бірнеше сәтсіз әрекеттер жасалған. Әр әрекетте Дудаев аман қалған болатын. Тіпті ауыр жарақат та алмаған еді. Алайда бұл жолы Дудаевтың жерсеріктік телефонына қарап, оның мекен жайы анықталады және ұшақтар арқылы ол отырған жер бомбаланады. Алғашында Дудаевтың өлтірілуі соғыстың тоқтауына алып келеді деп сенілген еді. Бірақ олай болмады. Оның ізбасарлары Ресейге өз қарсылықтарын көрсетуді тоқтатпады.
Бірақ бұл екінші шешен соғысы еді. Екінші шешен соғысы туралы шығуын қаласаңыз, комментарийға 2 деп жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.